рахмет. Қалайсыңдар? Тамақ ішіп болып, кішкене көңілдерің көтерілді ма? Супер. Ондай болса жалғастырайық. Өздеріңізге белгілі, любой адам университет бітіретін кезде, немесе мектеп бітіретін кезде, сіздер даже мамандық таңдаған кезде ең бірінші қарайтындарың ол қандай мамандыққа түсу керек, қандай дағды болу керек сізде. И обязательно сіздерге білу керек та, қазіргі 21 ғасырға сай, қазіргі заманауи дағдылар қандай. Мен сол жұмыс берушілердің бүгінгі түлектерден не күтетіні туралы айтамын. Мен жалпы өзім туралы айтып кететін болсам, менің атым Мадина. Мен болашақ бағдарламасы бойынша Колумбийский университетте оқып бітірдім. Менің жалпы мамандығым, былай қарасаң, оқу әдістемесін құрастыру, министерствода жұмыс жасау. Мен көп адамдармен кездескен болатынмын, өйткені мен Education USA-де Батыс Қазақстанның именно виртуалды адвайзері болып жұмыс жасаған кезде, сол кезде студенттердің көбісі сұрайтын: а сіз неге министерствода жұмыс жасамайсыз, или тағы бір жерлерде, әкімшілікте деген сияқты. Менің түсінгенім, іште отырып, әкімшілікте отырып, сен ештемені өзгерте алмайсың. Ол система бұрыннан келе жатыр. Ал сіздер қазір өзгерте алатын нәрсе, ол сіздің қолыңызда қазір. Сырттан өзгертуге болады. Сондықтан мен қазіргі уақытта білім бәріне дейтін қоғамдық қорда жұмыс жасаймын. Ол жерде мен неше түрлі курстар дайындаймын. Қазіргі уақытта мысалы айтқанда экологтардың арасында нормальный бағдарлама жоқ та, бәрі устарелый, бұрынғы совет заманынан келатқан и так далее. А біз оны қызықты және қазіргі заманауи болу үшін әртүрлі курстар құрастырдық. Соның бірі мысалы таза ауа курсы, метан курсы деген сияқты. Бұл курстар қазір Қазақстан бойынша 20 университеттерде экологтарда сабақ ретінде өтіп жатыр. Мен оны бір министерствоға челлендж ретінде бердім. Олар қабылдағысы келмеді, бірақ ақыры студенттерге қызық болғандықтан, мұғалімдерге қызық болғандықтан қазір көбісі сол курстарды оқып жатыр. Сонымен қатар мен шетелдік организациялармен де жұмыс жасадым, ОБСЕ сияқты, сонымен қатар British Council и так далее. То есть мен бір ғана мамандықты таңдап, сол бойынша 20-30 жыл жұмыс жасаған жоқпын. Маған әрқашанда бір нәрсені жасап көру, өзімді дамыту қызықты болатын. Сол үшін мен Ништада жұмыс жасап көрдім, біздің Есеновте де жұмыс жасап көрдім, іште не болып жатыр екенін білу үшін. Оның бәрі менің чисто өзімнің қызығушылығым. Студенттер қалай оқып жатыр, қазіргі жағдай қандай деген. Сондықтан мен сендерге өзімнің немді бастамашы бұрын кішкене бір терең демалып, бәріміз бірге деп терең демалайық. И мына сұрақтарға жауап берейік. Сіз кімсіз? Адамсыңдар, сосын оқушы, студент, мама, сосын тағы кімсіздер? Жасөспірім, қазақ, руға бөлініп кетеді, тағы сондай сияқты. Екінші сұрақ, сізге немен айналысқан ұнайды және неге? Сурет салу, музыка тыңдау, билеу, спортпен айналысу, сосын видео түсіру, тамақ пісіру, тағы не болуы мүмкін. Даже просто интернет қарап отыру тоже ұнайтын бір нелердің бірі, да? Почему бы нет? Неге ол сізге ұнайды? Сол билеген, спортпен айналысқан. Не береді? Ләззат әкеледі, настроениең көтереді да, соны жасаған кезде бір өзіңді ерекше адам сияқты сезінесің. Естеріңе сақтап отырыңдар жауаптарында. Келесі сұрақ. Арасында енді біз жалғыз өзіміз өмір сүрмейтіндіктен, даже қазірдің өзінде қарайған адам қастарында бар. Сондықтан біз әрбір нәрсені біреумен бірге жасаймыз, немесе біреуге жасаймыз. Мысалы, би билегенде де біз біреудің көргенін қараймыз да, әдемі етіп билегенімізді, ол адамды әдемі биді көріп, мысалы, ләззат алады. Спортпен шұғылданғанда да то же самое. Сол сұраққа жауап беріңдерші. Мен кімге, немесе кім үшін не жасаймын және неге? Өзің үшін жасайсың, сосын ата-аналарыңа, достарыңа, то есть жан-жағыңдағы бүткіл адамдарға өз әсеріңді тигізе аласың. Келесі, менің еңбегім нәтижесінде мен неге жете аламын? Мысалы, бидің нәтижесінде, немесе жаңа спорттың нәтижесінде сіз неге жете аласыз? Жеңіске жетесіз, сосын признание, денсаулығыңыз күшті болады, сосын авторитет күшті болады, бәрі сені танитын болады, ана кім күшті ғой деп.
Ақша супер, я ақша жасауға болады любой нәрсені, да? Окей. Содан кейін өзгеріс қандай болуы мүмкін? Мысалы, сен спортпен шұғылданасың, сен оны интернетке саласың, әртүрлі жаттығулар жасау и так далее. Сен өзіңе ақша аласың, денсаулығың күшті болады, бірақ сонымен қатар сен басқаларға да әсер етесің, да? Басқа адам да ойлайды, мына Асқар күшті не істеді, денесін мен де сөйтіп жасай аламын, мен де өзім мықты бола аламын деп. То есть әрбір нәрсенің, сіз даже өзіңізге жасаған нәрсенің қалай алып келгенде де өзгерісі ықпалы болады. Есте сақтап отырайық. Келесі, мен осы тақырыпты айтқан кезде жалпы жұмыскерлер туралы, жұмыскерлердің жалпы не күтетіні туралы алған кезде мен QS дейтін датабейс, яғни деректер жинағын алдым. Сол 2022 жылы бұл организация әртүрлі Азия, Европа, дүние жүзі бойынша әртүрлі жұмыскерлерден әртүрлі сұрақтар қойған. Жалпы қандай дағдылар болу керек студенттерде, чтобы ертең келген кезде олар жұмысқа да тұра алатындай, и жақсы айлық алатындай. Мынау QS дейтін жалпы 2004 жылдан бері бар, жоғарғы оқу орындары бар ғой, біздің университеттердің рейтингін жасайтын ең мықты нелердің бірі болып табылады. Онлайн аналитический вектор. Так, менің қолданып отырған деректерімде 26742 адам қатысты, және өздеріңіз көріп отырғандай әртүрлі мамандықтардың ішінде, оның ішінде білім саласы да бар, инжиниринг, денсаулық сақтау, технология, мұнай және газ, бәрінің, то есть бүткіл организациялар жекеменшік және халықаралық әртүрлі организациядан сұраған болатын. Сол сұрақтардың бойынша көбісі міне Азия және Тынық мұхиты елдерінен болған, 56% сол елдерден осы жауаптар алынған. Бүгінгі адженда, яғни мен неге назар аударам? Ең біріншісі ол дағды мен тәжірибенің маңыздылығы және қазіргі кездегі керектілігі. Екінші деструктивті күштер, и соңғысы стратегиялық жоспарлау. Жалпы дағдылар, да? Қазір мен сіздерге телефондарыңызды алып, QR кодқа кіруіңізді сұрайым. Сол жерде осы сұрақ шығады. Қандай дағдылар сізде ең компетентті жұмысшы екеніңізді көрсетеді? Сіздің қазіргі дағдыларыңыз. QR-ға кіреміз, немесе QR-ға кірмей жатса, slido.com-ға кіресіз, slido.com-ға. И ана номер терсеңіз, осы сұрақ шығады. Сұраққа жауап береміз. Кез келген жауап айтуға болады. Кірді мекен бәрініңге? Ау? Аналитика, супер. Креативность, самоучка, ответственность, жауапкершілік, адаптация, супер. Жауапкершілік, көбісі жауапкершілік деп жазады екен. Сосын? Ответственность, жауапкершілік, коммуникация. Slido.com. На сайтқа кіресіз, на номер тересіз, и осы сұрақ шығады. Еңбекқорлық, стрессоустойчивость, төзімділікті, креативность, hard soft skill, кажется, уақытқа бағынып білу, анализ, позитив, күшті, мақсат болу керек дейді, гибкость дейді, трудолюбие, ар-ұят дейді, о, классно. Бірінші рет көріп тұрмын, успеваемость, гибкость, супер. Ең керек нелер, да? Бәрі жазып болды ма? То есть мынау қазіргі сіздердің жан-жақтарыңызда отырған осы сіздің қасыңыздағы адамдардың ойынша ең күшті олардың дағдылары. Супер, көбісінде жауапкершілік өте жоғары. Видимо, бірінші бала или екінші бала үйінде. Стрессоустойчивость, стресске қатты не істейді. Гибкость, коммуникация өте жақсы. Жалғастырайық, да? Так. Мынау дүниежүзілік ортақ үрдіс, шошып кетпеңіздер, это графика просто сізге жалпы цифрамен түсіндіру ретінде. Бұл жерде әртүрлі міне дағдылар жазылып тұр, communication skill жаңа сіз айтқандай, және осы нелердің, линиялардың жалпы маңыздылығы туралы жазылған. Яғни каждый коммуникационный, жаңа топтық жұмыс, проблема шешу, сіздің тезірек икемділігіңіз, соның бәрі оның маңыздылығы қандай компаниялар үшін бүткіл дүние жүзі бойынша, және олар қаншалықты қанағаттанып
жатыр, және гәп қазақшада гәп та, жетіспейтін нәрсе. Мысалы айтқанда мына жерде мен уже сізге жазып қойдым, то что коммуникативті дағдылар мен топтық жұмыс, мәселелерді шешу және икемділік өте төменде тұр. Яғни қазіргі уақытта сіздер мамандық тағайындаған кезде де өзіңізді ары қарай self development дейді, өзіңізді дамытудың кезінде мына дағдыларға назар аударыңыздар. Осылар самый дүние жүзіне, то есть не только Қазақстан, вообще дүние жүзі бойынша ең керекті дағдылардың бірі осы болып табылады. Сондықтан қазір курстар көп, жаңа Ануарда айтып кетті, өздерінің онлайн мектептері бар. Соларда осы именно дағдыларды қанағаттандыратын, өзіңіз соны үйреніп шығатындай курстарды алсаңыз болады. Келесі мынау Азия және Тынық мұхиты. Мен мына жерге қызылмен және көкпен шарып қойдым. Өздеріңіз көріп отқандай, бұл жерде де топтық жұмыс, икемділік, то есть flexibility, тез адаптация болу, сосын проблемаларды шешу және тұлғааралық дағдылар. Тұлғааралық дағдылар дегеніміз ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы, қазір айтады ғой, эмоциональный интеллект и так далее. Вот соның бәрі соның ішіне кіріп кетеді. Яғни осылар хромает, осы жетіспейді деген сөз. Ал мынау ең көбі, яғни біздерде азиялық адамдардың арасында шығармашылық, тілдік дағдылар өте күшті, келіссөздер жүргізгенде біз өте жақсы екенбіз. Білім беру саласы. 2021 жылғы ranking.kz дейтінге кірсек, Қазақстан бойынша 11,2 миллион адам именно білім беру саласында жұмыс жасайды екен. Оның ішінде мұғалімдер де бар, әдіскерлер де бар, әртүрлі адамдар бар да. Қалай ойлайсыздар? Қайттан кіреміз? Білім беру саласында қандай дағдылар маңызды және үлкен сұранысқа ие? Тоже қайттан слайдыға кіреміз, QR-ды скан жасап, и өзіңіздің идеяңыз жазыңыздар. Сіздер мұғалімдердің қасында жүрсіздер, мысалы универде оқисыздар, мектепте оқисыздар. Қандай дағдылар керек білім беру саласында жұмыс жасау үшін? Новый метод, төзімділік, балалармен араласу, супер, стрессоустойчивость. Ең керегі сол сияқты. Тіл табыса алу, супер. Жан-жақты болу. Методика, да, методика өте қатты керек, мұғалімдерге особенно. Коммуникация, тіл табысу, коммуникация бір-біріне келеді, креативность. Жаңа материалдарды қолдану үшін, мысалы, балаларға қызық болу үшін да, қазір мысалы сіздер студентсіздер, университетте немесе мектепте. Қызық па, сабақтарың қызық өте ма? Я? Нешті оқитындар, я дейтін жар. То есть мне жаңашылдық, психология керек, тіл табыса алу, креативность, түсіністік, кішкене оқу қиын екен, подача уроков дейді, жаңа білім. То есть осы дағдылармен сізде осы дағдылар болса, сіз білім беру саласында өте үлкен жетістікке жете аласыз. Сіз даже мектеп, университет демей, өзіңіз университет аша аласыз, өзіңіз мектеп аша аласыз. Потому что сізде осы дағдылар бар. А бізде қазір системада жұмыс жасайтын адамдарда шыны керек, энергия да жоқ, уақыт та жоқ бұнымен айналысуға. Жалпы білім беру саласы бойынша өздеріңіз көріп тұрғандай, ең көп сұраныс, яғни маңыздылығы бізде топтық жұмыс, яғни коллективті жұмыс жасау, мұғалімдердің бәрі бірдей жұмыс жасау керек, соған қатты назар аударады. Ол да қанағаттандырарлық. Одан кейінгісі коммуникация жасау, проблемалар шешу, икемділік және кәсіби білім дейді. Кәсіби білім енді кішкене артта қалып кетір, бірақ сонда да жыл сайын өзгерістер енгізіп жатыр, көреміз қалай болатынын. Келесі технология саласы. Өздеріңіз білесіздер, қазір робототехника өте қатты дамып жатыр. Қазірдің өзінде сіздер мысалы айтқанда мобилограф не болып жұмыс жасағанның өзінде бәрі технологиямен байланысты. Соның ішінде міне өздеріңіз көріп отырсыз, бұл жерде керісінше проблемаларды шешу өте үлкен сұранысқа ие болып отыр, бірақ адамдар әлі оны білмейді, дағдылары дамымаған. Сонымен қатар келесі мысалы коммуникация жасау. Өздеріңіз білесіздер, көбіне менің даже сестренкам шыны керек IT-ді таңдады, өткені ешкіммен сөйлеспеймін дейді. Отырам компьютердің алдында өз жұмысым жасаймын, сонымен бітіремін де кетемін дейді. То же самое, то есть до сих пор технология саласында именно коммуникативті жұмыс жасау, адамдармен сөйлесу, сервис жасау әлі де артта келе жатыр. Содан кейін деректерді жинау. То есть мына жерде ерекшелігі қазір data collection дейді, яғни деректерді жинауға өте қатты назар аударады.
Python неше түрлі нелер бар, мысалы айтқанда applicationдар, соларды үйреніп білсеңіз, оларды не обязательно университетте оқу, оны қосымша курстарда оқу алуға болады. Сіз уже мектеп кезінен уже практиковать етіп, уже ақша таба аласыз. Келесі қаржы және банк саласында қандай сұраныстар, қандай дағдылар сұранысқа ие дейді. Бұл жерге қайттан кірсеңіз, сіздерге именно не береді, қайсысын жоғары қоясыз. Топтық жұмыс немесе проблемаларды шешу жоғарыда бола ма, әлде тұлғааралық дағдылар ма? То есть маңыздылығы, қайсысы маңыздырақ? Ух ты. Тұлғааралық дағдылар неге? Неге банк қызметкерлеріне именно тұлғааралық дағдылар керек? Топтық жұмыс, проблема, окей. Динамика, Все? Болдыңдар ма? No? Окей. Все-таки топтық жұмыс және проблемаларды шешу жоғары орынға қойып тұрсыздар да, чем тұлғааралық дағдылар. Неге? Неге более востребованы? Неге көп маңыздылығы күшті именно топтық жұмыспен проблемаларды шешу банкирлерге, қаржымен жұмыс жасайтын адамдарға? Стабильный емес, да? А оны шешу үшін сен нені қолданасың? Сосын? Я. А оған тоже қайттан сол тұлғааралық келмей ма? Коммуникация жасау керек? Супер. Топтық жұмыс, супер. Тағы кім бар? Кімде қандай жауап бар тағы? Да. Я. То есть қазір бәрі да, почти что банкингтің несінде Каспи бар. Любой адамда 12 жастан бастап, азаматтардың бәрінде Каспиге несі бар. И сіздер не обязательно адамдармен қарым-қатынас жасап, Каспиге барып, бәрін ашу жүрсіз, бәрін онлайн жасауға болады. Я, то есть жүйе все-таки топтық және проблемаларды шешуге өте жақсы көмектеседі. Супер. It's not working. Қаржы және банк саласы, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, олар да топтық жұмыспен проблемаларды шешуге өте маңыздылығы жоғары деп ойлайды. Әлі де кішкене жетіспей жүр, бірақ осыларға назар аударуға болады. Бұл жерде ерекшелігі коммуникация жасау, икемділік және соңғысы тұлғааралық дағдыларға қатты назар аударады. Все-таки олар клиентская база және клиенттермен жұмыс жасау үшін тұлғааралық қатынас өте керек деп ойлайды. Келесі инженеринг саласы, кім инженеринг таңдайын деп жатыр? Или таңдады? Қалай ойлайсыздар, мынау дұрыс па? Сіздің қазір дағдыларыңыз бар ма осындай? Топтық жұмыс, коммуникация жасау, проблема? Бар ма? Бар. Бұл жерде ең қатты назар аударатын техникалық дағдылар, яғни әртүрлі программалармен жұмыс жасап білу, робототехника манағы айтқан. И қазір ең көп не істейтін, это жасанды интеллектпен жұмыс жасау, да? Келесі медицина. Медицинада да өздеріңіз көріп тұрғандай топтық жұмыс, потому что кез келген операция болсын, не болсын, бәрінде обязательно врач болады, врачтың қасында мейірбикесі бірге жүреді. Келесі тұлғааралық дағдылар, потому что сіздерден қай жеріңіз ауырып тұрғанын бәрін білу үшін олар эмоциональный интеллект болу керек оларда. И проблемаларды шешіп білу, коммуникация және икемділік. Икемділік это flexibility, тез адаптация жасап білу. Деструктивті күштер. Деструктивті күштер дегеніміз не? Сіздің ойыңызша. Қайттан кіріп жазсаңыз болады, өз ойларыңыз, немесе айтсаңыз болады. Сіздер үшін деструктивті күштер дегеніміз не? Хорошо.
Сонымен қатар. А неге именно Бен Ладен? Ага. Жарылыс шығару іштегі. Ага. То есть выгорание болуы мүмкін, да? Білмеймін, хорошо. Я, очень нормальный ответ. Любой ответке біз ашықпыз, жаза берсеңіздер болады. Главное, басқа сөздерді қолданбасаңыз. Прокрастинация, артқа тарататын заттар, тартатын заттар. Орысша деструктивный, защита от агрессивного отношения, сыртқа шықпайтын эмоциялар, ух ты, мнение окружающих, ой, рахмет, уничтожение. Это от меня. Рахмет. Болмауы, іштегі идеялардың шығу, деструктивный ол структурасы бар нәрсені құрылымын бұзатын факторлар. Ой, я вас тоже. Ораза қабыл болсын. Дальше уже ответ. Бізде қазір ең үлкен деструктивный проблемалардың бірі ол жасанды интеллект болып табылады. Қазір көп адамдардың ойлайтыны жасанды интеллект дамыған сайын біз ертең жұмыссыз қалып қоямыз ба деп қорқады. Өйткені автоматизация қатты болып жатыр. И скучный, нудный жұмыстар, которые бір қалыпты жасалатын, оның бәрін автоматты түрде уже адамдар керек емес, адамның күші керек емес, компьютер жақсы жасай алады. Бірақ есте қалатын нәрсе, то, что әлі де компьютер мына дағдылар жоқ компьютерда. То есть шығармашылық оларда дамымаған, олар уже бар концепциямен жұмыс жасай алады, бірақ ойдан өздері ештеме құрастыра алмайды. То есть бұрынғы нәрселерді қолдана алады. Келесі эмпатия, яғни біреуге жанашыр болу, көңілдес болу деген сияқты. Вот сол жоқ әлі. Тұлғааралық дағдылар, жаңағыдай эмоциональный интеллект, оларда әлі дамымаған, и келіссөздер жүргізудегі дағдылар. То есть кейбір кезде келіссөзді жүргізген кезде не обязательно сөзбен да жеткізу, иногда денемен де, адамның несімен де бір привычкасын қайталап, немесе бірдемені айтып арқылы адаммен келіссөз бір мәмілеге келуге болады. Бірақ мына мамандықтар уже потихоньку на жасанды интеллектпен уже орын алып жатыр. Соның бірі мысалы таксист жүргізушілері, өздеріңіз білесіздер, Дубайда, Арабия әмірліктерінде, жаңа басқа елдерде уже таксист жоқ, машина автоматты түрде өзі апарады. Немесе Тесла машиналарының өзінде да көбіне көресіңдер видеода, ұйықтап жатады, машина кетіп бара жатады мысалы айтқанда. То есть уже жүргізушілер бір сөзбен айтқанда керек емес. Келесі нарықтық зерттеушілер, яғни бұрында аналитиктер болатын, көп жұмыс жасайтын и так далее. Қазір оның бәрі компьютер арқылы алгоритмді енгізеді, сол алгоритм бойынша өзі шығарып береді. И ол ешқандай да адам бас ауырып тұрады, мысалы әртүрлі денсаулық, табиғи да нелер болады, олар мешать етпейді, компьютер өзі шығарып береді. И соңғысы телемаркетерлер, телемаркетологтар, кажется, и соларды уже потихоньку жасанды интеллект басып баратыр да. Ең дамыған, ең көп тарағандардың мысалы чат GPT дейтін шықты да. Мен байқайтыным, мысалы айтқанда мен университетке түсетін балалар қазір чат GPT арқылы мотивационный письмоны сол арқылы жасайтын болады, рекомендационный письмоны сол арқылы жасайтын болады. То есть ана жерге просто жазасың қандай мамандық, не керек екен, и бәрін өзі жасап береді. Оңай жолы да. Бірақ мұндайды жасамауға рекомендация беремін, потому что қаншалықты чат GPT дамығанымен, олар тексеретінде әртүрлі нелер тоже дамып жатыр. Но қазіргі заманда қалай именно көкпен жасалғаны, это қалай именно жасанды интеллект басып баратыр мына салаларда. То есть өздеріңіз көріп отқандай ең аз көрсеткіш пока что технологияда, и констракшн нелерде енді кішкене көбірек өзгеріп келе жатыр. Келесі уже бітірем қазір. Жасанды интеллекттің дамуы қандай өзгеріске әкеледі? Өздеріңіз жазып көріңіздерші, сіздің өміріңіз жеңілдей ма, жаңа мүмкіндіктер ашыла ма, или керісінше сіздер роботтардың восстание дейді, қорқасыздар ма, содан бір күні сіздің холодильник тамақ бермей қояды, мысалы айтқанда, или тағы бір нәрсе деген сияқты. Сол туралы адамдар еріншек болып кетеді, окей. Апокалипсис. Безработица, жұмыссыздық, ослабление коммуникации, бәсекелестіктің артуы, мамандық азаяды. Бәрбәді нәрсе робот жүзі, толықтай келсем, күшті емес па дейді. Күшті ғой, конечно. Қазірдің өзінде өмір оңай болады, комфорт көбейеді, жаңа мамандықтар пайда болады.
Новое направление. Дым болмайды дейді. Окей, уақыт үнемдейді, өмір жеңілдейді. Қағазбен жұмыс. Да, қағазбен жұмыс азаяды. Машиналар жасау, потеряка ассоциация үлгермей жатыр, иман слабеет дейді. Окей, ол да әсер етеді, хорошо. Адамзат дамиды, можно космос зерттеуге адамдардың өмірі жеңілдетеді. Негізі, жаңа мен айтқандай, әлі де компьютер, жасанды интеллект әлі де дамиды, бірақ 2030-ға дейін ол максимум кейбір біздің қиын монотонный жұмыстарды алғанымен, ол біздің шекке, біздің дағдыларға жете алмайды. Сондықтан Маккензи дейтін компаниялар бар да, мысалы айтқанда адамдардың повышение квалификации өткізетін и так далее. Олардың бәрін айтуы бойынша ештемеден қорықпаңдар, наоборот, осы жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін қолданып, кейбір өзіңіз жаңа айтқандай уақытыңызды үнемдеп, дальше өзіңізді развивать етіңіздер. Уақыт болған сайын бәрі дамиды, сіз де даму керексіз, сіз де заманға сай болу керексіз. Жаңағыдай проблемаларды мысалы қорқатын болсаңыздар, коммуникация терять и так далее, сіз бір нәрсе тауып шыға аласыздар, бәрі сіздің қолыңызда. Минус стресс на курсовой работе. Окей. Қашан бітеді? Кішкене қалды бітеді уже. Шын айтамын. Сол жасанды интеллект. Бірақ жасанды интеллекттің бір жақсы экологиялық проблемалардың да кейбір проблемаларын шешуге көмектеседі. Соның ішінде именно метанның выбросын азайтуға өте жақсы көмектесетін осы жасанды интеллект болып табылады. Стратегиялық жоспарлау, да? Біз жоспарлау үшін қазірден бастап, мектептің кезінен бастап сізді дұрыстап дайындау керек, да? То есть мектепте уже сіздерге қандай дағдыны дамыту керек, сізде қай мамандыққа сәйкес, қай дағдыны көбірек назар аудару керек. Вот сондай жұмыстар көп жүргізілу керек. В основном мен байқайтыным мектептерде ништа, билда ондай болуы мүмкін, профориентация деген нәрселер, а қарапайым мектептерде ондай өте жоқ. Мүмкін енді пайда болатын шығар профориентатор дейтін мамандық, бірақ әзірге олар жоқ.